Ассалаумағалейкум достар, ютуберке жолы 13-ші бөлімге қош келдіңдер. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, мен өзімнің фамама, яғни семьяма жаңадан гараж сатып алатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болады, так что чек-печеньені алып отырыңдар. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Событиядағы весенний кейсті алу үшін біздің балдар ақша салып жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаңдар от души. И достар, мен сіздерге қазір домнан шығамын, көрсетіп жіберейін өзіміздің фаманың видін. Міне шыққан кезде бізде осындай автопарк. Бізде сотрудничестводан 500 мың зарплата түсті, оны алып аламыз. И достар, көріп тұрғандарыңыздай, біз Акимат деген баламен, не істеп алдық, төбелес қалдық дегенде, олардың балалар бізді ДМ жасаған соң, біздің балалар да тоже қарап тұрмай, барлығын атып өлтіріп кеткен екен. И сосын біздің, мына жақта кипиш шығарып, Ермек Эмпайр деген бір бала кеп тұр менің домыма, и айтады, балаларын айтсайн, тыншысын, бүйтсін, сөйтсін деп, боқтап сөйлеп тұр, и мен оған шыдай алмай, полный ДМ істеп тастадым. И бізде достар плотно бранжер бәрін алып алдық. Мына жақта соғыс болайын деп отыр. Мен наныка өлтірем мына Ермек дегендерді. Неге десеңдер, потому что жаңа мені бұл балалар өлтіріп кеткен болады. Штормчик деген бір бала өлтіріп кетті. Ал мен болсам сразу кіріп кетем и сразу Фамскат деген команда арқылы броня алып алам. И мен жаңа балдардың барлығын жинап тастаған болатым. Міне достарым келе жатыр, менің балдарым и взял бронжилет деп чатта шығып жатыр, потому что мен өзімнің балдарым шақырғаннан кейін қазір полный атыспашақ болады, так что полный бронежилет, яғни бран алдық. И достар, мен мұнда скоростьті көбейтіп жіберем, потому что мұнда жында атыспашақ болайын деп отыр. Мен қазір осы жаңа мен өлтірген Штормчик деген баланы өлтірдім. Енді мен қазір кіремді, сразу Фамскат деген команда арқылы Ермек Эмпайр деген баланы өлтіріп тастайтын боламын. Мына өзі құттай Эмилиян киіп алып енді неме істеп тұр. ДМ істеп тұр. Мен оған боқтап атқан өзі сай деп ойлаймын, потому что бұлар біздің хатаны шығармай, біздің хатадан балдарды, и сосын біз шыдамай бұны өлтіріп тастадық. Тағы шықтық, мына жақта балалар жоқ, енді балалар таппай қалдық. Енді біз қазір аналардың хаталарына барамыз да, хаталарынан шығармайтын боламыз и кеттік. Мына жақта Данияр Байназар деген бала черный кейсті маған тегін беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң от души. И мұнда, гараж сатып алып жатырмыз. Мұнда 3 миллион 200 мыңға сатып алдым. И мұнда жанында отырған, бала, Эмилиямен тұрған бала, ол самурайды доплатаға тоже беретін болады. И, мен қазір фрапс жазам, и ол маған лақтыратын болады. И достар, ана бала приглашение қалай лақтыру керектігін білмеді, қалай сату керектігін. Басында ол мен скамент еткісі келді әрине, бірақ мен скамент еткізбедім. Оны кәдімгідей жазылып, кәдімгідей айттым, былай істейсің деп. И түшіп қойды, маған гаражым 3 миллион 200 мыңға сатты. И көріп тұрғандарыңыздай Зуха YouTube деген тұр негім, и бізде гаражды алдық. И мұнда мен қазір гаражы деп жазам, изменить, сосын передать в семейное пользование дұрыс па? Сонда сонда қазір басатын болам. И выбрать қазір басамыз. Тоқтаңыздар, дұрыс па, дұрыс емес па? Так, передать семейное пользование. Дұрыс па? И далее. Дұрыс достар. Сделал гараж семейным деп тұр. Енді бізде гараж бар. Енді мына жақта қазір барлығын вырастетіп гаражға көрейік. И бізде успешно қойылды. Гараждың арендасын төлеуге келдім, заплатить за дом деп өзіміздің Каракино домдағы да арендасын төлеп тастаймыз. Одан кейін мұнда қазір мен ақшаны қойып тастайын, содан кейін барып істейтін болады. Кузо Жансерік деген бала маған номерін знактар беріп жатыр. Бүгінгі видеоны көріп отырсаң от души. И шоковый жаңалық, мұнда Бека деген бала, бұл неге Бека болмағанмен шынаты Бека, так что маған ең мықты скиндарды, морозный скинін беріп жатыр, қыстық скинді. От души бүгінгі видеоны көріп отырсаң Бека.